Билік басына жаңа көтерілген Қасымды басқа мәселелер толғандырды. Шығыста Моғолстанның зәрі сынған жоқ. Ойраттар сәл көзің тайса талап кетуге әзір отыр. Бауыры Әдік Сұлтан Ташкентте болғанда сол жаққа кеткен Шайбани қаланы басып алып, Бабыр мен оның жақтастарын қуғындай бастады. Өз жерінде қолдау таппаған атақты Әмір Темірдің ұрпағы Бабыр мырза ақыры Ауғанстанға кетуге мәжбүр болды. Шайбани бүкіл Орта Азияның 10 шақты жыл ішінде тізерлетіп, оңтүстік-батысында Парсы империясымен, солтүстігінде көшпелі қазақтар ордасымен, шығысында Моғолстанмен шектесіп жатқан үлкен мемлекет құрды. Оның жүздеген қалмалдары бар, саудасы өркендеген аймақтары оған көл-көсір байлық беріп тұрды. Негізінде Шайбаниге өз армандары рахат сыйлайтын. Мысалға, өзі құратын болашақ империя туралы, оның жаулары, одақтастары, көршілері мен достары. Жауды табу оңай әрине. Ал одақтастар кімдер болмақ? Хорезм әмірі ме, әлде Бұхар билеушісі ме? Жоқ, олар тек бағынып ләппай ұруға ғана лайық. Самарқан әмірлері жеңіске жетсең қол шапалақтап, өлең арнап, гүл лақтырады. Бағың тайды дегенше иттей қылып есіктен шығарып тастайды. Әлем жеңімпаздарды ұнатады. Сіз мойындаңыз, мейлі мойындамаңыз, ащы шындық осы. Сонда одақтас кім болмақ? Ноғайлар ма, әлде сібірліктер ме? Мүмкін Қасым Сұлтан болар. Жоқ, олар атасы Әбілқайыр ханның шаңырағын ортасынан түсірген қазақтар. Оларды ешқашан кешіруге болмайды. Онда кім? Мүмкін Қытай императоры. Ханның бетінде мырс еткен ащы кекесін жүріп өтті және бір үміт пайда болды. Арада бірнеше күн өткенде құлазыған шөлдер мен мәңгі қар жапқан тауларды басып өткен керуен шығысқа бет алды. Самарқаннан шыққан керуеннің бағыты Пекин сарайы. Бұл атасы Әбілқайырдың ойына келмеген идея болатын. Бәрі жаңа империя үшін, оның болашағы үшін. Шайбани өзіне дән риза. Империя құру жолында Шыңғыс ұрпақтарын қуып шыққан Қытаймен одақтасуға барудан тайынбады. Ол өзін Шыңғыс ұрпағы екен сондай мақтан тұтпайтын. Бұл атаққа кімнің лайық екен ішіне сезді және алдағы уақытта ол хатында ағынан жарыла жазатын болады. Әзірге елшілік Пекинге келді. Шайбанидің мақсаты Персияны және жауынгер қазақтарды қалайда әлсірету. Император Шу Ютан сабырлы болмысына сай әліптің артын күтті. Моңғолдардың сарсаңынан әзер құтылып, енді жемқорлықпен күресуге кіріскен Қытай әміршісі Шайбаниге нақты әскер беріп көмектеспесе де, қолдауға әзір екендігін көрсетті. Императордың жібектей жұмсақ сөзіне мәз болған елшілік Самарқанға қайтып оралды. Негізінде мұндай жылы сөз Шайбанидің өзіне жетіп артылатын. Алайда бұл сөзді басқа емес, императордың өзі айтып отыр. Қолдау хатқа желпінген Шайбани Әмір Темірдің ұрпағы Бабырды өз жерінен қаңғытып, Орта Азия әмірлерін тізе бүктіріп, дәл сол уақытта айналасында өзіне тең қарсылас кездестірмеді. Алайда бұрындық биліктен кеткенмен Дештінің көкжал сарбаздарын соңына ерткен даланың көк бөрісі Қасым хан бар билікті өз қолына шоғырландырды. Дештінің қар жамылып, мұз жастанған әскері мықты ма? Әлде 5 қаруы сай барлық жағдайы жасалған Шайбанидің мыңдаған әскері күшті ме деген сұрақ барлық патшаны мазаландырды. Қытай императоры мен Осман сұлтаны әліптің артын күтті. Алайда бұл алапат майдан алдындағы үнсіз тыныштық болатын. Себебі әлемдік тарих сахнасына жаңа ойыншылар көтерілді. Дешті патшасы Қасым хан, Осман сұлтаны қаһарлы Сәлім, өзбектер мемлекетінің билеушісі Шайбани хан және Парсы патшалығының әміршісі бірінші Исмаил падишах. Бұл билеушілер Азия жарты шары үшін бітіспес күреске түсті.